Tahrim сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Уа пайғамбар, жұбайларыңның көңілін табам деп, неліктен оларға жоламай, өз-өзіңді жөнсіз қинап, Алланың адал еткенін өзіңе харам етесің. Алла ғафур, құлдарының күнәлері қаншалықты ауыр болса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Уа мүміндер, Алла қажет кезде, анттарыңды бұза аласыңдар деп үкім шығарып сендерге оның кәффаратын өтемін белгілеп берді. Алла сендердің қамқор иелерің. Ол әлим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хаким, әрісімен әрбір үкімі көптеген хикметтерге негізделген асқан даналық иесі. Кезінде пайғамбар жұбайларының біріне көңіліндегі сырын ақтарған еді, алайда жұбайы ол сырды басқа біреуге ашып қойғанда, Алла тағалада елшісін ашылған сыр жайынан хабардар етті. Сонда пайғамбар әлгі жұбайына ашқан сырының біразын айтып, біразын бетіне басып ұялтпай-ақ қояйын деп айтпады. Осылайша пайғамбар жұбайын ашылған сыр жайынан хабардар еткенде, ол таңырқап, мұны сізге кім айтты деп сұрады. Сонда пайғамбар, мені бұл жайдан алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі, хабир, барлық нәрседен толық хабардар болған Алла хабардар етті деп жауап. Уа пайғамбардың сырын әңгімелеріне арқау еткен оның қос жұбайы, егер екеуің де тәубе етсеңдер, өздерің үшін жақсы болмақ. Өйткені жүректерің пайғамбарға деген ықыластан бір сәтке болса да ауытқып кетті. Ал егер тәубеге келудің орнына бір-біріңе болысып оған қарсы келетін болсаңдар, онда біліп қойыңдар, шүбәсіз Алла оның қамқоршы иесі. Сондай-ақ Жәбірейіл мен мүміндер арасындағы ізгі жандар да, періштелер де оның жақтастары. Егер ол сендерге талақ айтса, бәлкім Раббысы оған сендерден де жақсы, Аллаға қалтқысыз мойын сұнған, иманы кәміл, Аллаға һәм Расулына шын көңілмен бағынатын, тәубешіл, құлшылыққа жаны құмар, көп ораза ұстайтын жесір әйелдер, немесе бет ашылмаған, пәк қалыңдықтар нәсіп етер. Уа иман келтіргендер, өздеріңді һәм отбасыларыңды имандылыққа, адамгершілікке баулу арқылы, отына адамдар мен тастардан тұратын алапат оттан қорғаңдар. Оның басында қорқынышты, аяуды білмейтін тым қатал, жауапты періштелер болады. Олар әсте Алланың әміріне қарсы келмейді, және өздеріне берілген бұйрықты бұлжытпай орындайды. Әй кәпірлер, бүгін бостан-босқа сылтау айтып, кешірім сұрамай-ақ қойыңдар. Дүниеде не істеген болсаңдар, тек соның қарымын алып, жазасын тартасыңдар. Уа иман келтіргендер, шынайы түрде тәубе етіп, Аллаға бет бұрыңдар. Міне сонда Раббыларың күнә қателіктеріңді өшірер, һәм бәріңді жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізер. Ол күні Алла пайғамбарды және жанындағы мүміндерді жерге қаратпайды. Олардың нұры алдарына әрі оң жақтарына шығып, алып-жұп жолдарына жарық түсірумен болады. Сонда олар, уа Раббымыз, нұрымызды толықтырғайсың һәм бізді кешіргейсің, сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді деп жалбарынады. Уа пайғамбар, кәпірлер мен мұнафықтарға қарсы, заман мен басқа да талаптарға сай күрес жүргіз. Оларға қарсы тұрғанда күшті әрі табанды бол. Олардың барар жері тозақ. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Алла күпірлікке белшеден батқандар үшін Нұхтың әйелі мен Луттың әйелін мысалға келтірді. Екеуі де құлдарымыз арасындағы екі ізгі құлымыздың некелі жары еді. Алайда олар күпірлікке бой алдырып, һәм дін дұшпандарына болысып, жұбайларына опасыздық жасады. Жұбайлары пайғамбар болса да, ол екеуін
Allah'ның жазасынан арашалап қала алмады. Сөйтіп екеуіне, тозаққа кіретіндермен бірге, сендер де кіріңдер делінеді. Сондай-ақ, Аллаға иман келтіргендер үшін Фирғауынның әйелін мысалға келтіреді. Кезінде ол: «Уа Раббым, мен үшін өз құзырыңда жұмақта бір үй тұрғызғайсың. Мені Фирғауыннан және оның жаман ісінен, зұлымдығынан сақтай көр. Мені бұл залым қауымнан құтқара көр» деп жалбарынған еді. Сонымен қатар, мүміндер үшін ар мен әбирін сақтай білген Имран қызы Мәриямды да мысалға келтіреді. Біз оған рухымыздан үрледік. Ол Раббысының бұйрық, тыйым, уәде, ескерту мағыналарын білдіріп, уахи жолымен түскен сөздерімен құлдарына түсірген барлық кітаптарын шын көңілден мақұлдады. Ол Аллаға жан тәнімен, бар ықыласымен мойын сұнғандардың бірі һәм бірегейі болды.